күн баршаңызға. Мен сіздермен бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын ресторандағы картоптардан да кеміспейтін өте дәмді үй жағдайында картошка по-деревянски жасайтын боламыз. Сырты деген күтірлек болып, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге картопты жуып тазалап алуымыз қажет. Сонымен қатар картоптарымызды видеода көрсетілгендей етіп, ірілеу етіп турап аламыз. Барлық картоптарымызды. Тура алған картоптарымыздың барлығын қайнап тұрған суға картоптарымыздың барлығын салып, үстіне дәміне қарай тұз салып, 10-15 минуттай қайнатып, картоптарымыздың барлығын жартылай пісіріп аламыз. Жартылай піскен картоптарымызды суытып, үстіне сүт, сонымен қатар ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды саламыз. Үстіне өзіміздің үйде бар дәмдеуіштерді қосамыз. Міндетті түрде крахмал, қызыл паприка тәтті, розмарин қосамыз. Чесночный приправа қостым мен, үйде бар. Осы дәмдеуіштерді салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, видеодағыдай астынан үстіне қарай қызып тұрған майда алтын түстес етіп қуырып аламыз. Барлық картоптарымызды аз-аздан салып қуырып алатын боламыз. Барлығын бірден майға салып жібермеңіздер. Картоптарымыз дайын болды. Міне, міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайтын болады. Менің балаларым да 5 минутқа жеткізбей барлық картоптарды жеп қойды. Қалауларыңыз бойынша қаймақпен немесе кетчуппен жеулеріңізге болады.